Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте оңай икра дайындаймыз. Қажетті заттар экранда көрсетілген, описанияға тоже қалдырып кетемін. Помидорды ең алдымен блендерден өткізіп, қалған заттарды осылай турап аламыз. Сосын қазанға май құямыз. Қызып болған соң сәбізді қызартып қуырып, үстінен қызыл және жасыл болгарскийді қосып қуырамыз. Одан кейін баклажанды да тоже қосып қуырамыз. Жақсылап қуырып болғаннан кейін помидорды құятын боламыз. Помидорды құйып алдық, енді қайнағанын күтеміз. Қайнап шыққаннан соң тұз, лавр жапырағын, укроптың барлығын салып аламыз. Одан кейін тағы бір рет жақсылап қайнатамыз. Получается, 2 рет жақсылап қайнау керек. Сонымен икрамыз дайын болады. Міне көріп тұрсыздар, біздің икрамыз әдемі қайнап тұр. Енді біз банкаларға жақсылап жайғастырып аламыз. Банкалар міндетті түрде жуылған, таза болу керек және парланған болу керек. Міне біздің икраларымыз дайын. Қыста рахаттанып жесеңіздер болады. Жасап көруге кеңес беремін.